Біз өмірімізде көптеген заттарсыз жүре аламыз. Киім, көлік, ғаламтор желісі. Бірақ бізге тамақ пен су ішу ауадай қажет. Әңгіме барысында біз тәтті тағамдарды қалай әзірлеу керек екендігін жиі талқылаймыз. Тағамдарды әзірлеу әдісі әдеби шығармаларда да ерекше орын алады. Кейде кітапты оқып отырып, көзіңізге елестетіп кетесіз, қандай тәтті тағам екенін. Қандай тәтті тағамдарды бізге өз шығармашылығы арқылы жеткізе білді ұлы жазушылар. Толстой, Пушкин, Гоголь сияқты. Жазушының шеберлігі ішіп отырған асты әсерлікпен оқырманға жеткізу. Өйткені түкке тұрмас кішкентай зат жалпы кітаптың құнын төмендетіп жібереді. Бір кітаптан қандай да бір тағамның әзірленуін оқып отырып, өзіңіз соны дайындап көргіңіз келді ме? Әрине, менің де әзірлегім келеді. Сондықтан ең алдымен бір күндік ас мәзірін дайындаймыз. Бұл тағамдар ерекшелігі ұлы жазушылар мен олардың әдеби кейіпкерлерінің талғамы. Таңғы асымызды Ресей жазушысы Лукьяненконың фантастика жанрының майталманы «Спектр» романында сипатталған тамаша күріш ботқасымен бастаймыз. 2000 жылдардың басында жазылған романда адамзат портал арқылы галактика әлемдер арасында саяхаттау мүмкіндігін алады. Оқиға жақын болашақта өрбиді. Енді таңғы асымыздан кейін түскі асымызға келесі тағамдарды ұсынамыз. Михаил Александрович Шолоховтың «Көтерілген тың» романы 1920-1930 жылдары болған орыс ауылының тынысын көркем баяндап береді. Біз осы романда басты кейіпкерлердің бірі Щукарь атаның түсіне кірген құстың шек қарнынан әзірленген кеспе көжені бірінші тағам ретінде ұсынамыз. Ал орыс өмірінің энциклопедиясы атанған Александр Сергеевич Пушкиннің атақты Евгений Онегин поэмасында ағылшын асханасының тағамы ростбиф, яғни ыстық пеште пісірілген сиыр етінің екінші тағам ретінде қаншалықты керемет әзірленгенін 4 шумақ өлеңмен көрсете білген. Түскі асымызды ұсынылған қияр мен қызылша салаты. Ол орыс жазушысы Александр Иванович Куприннің «Тыныштықта» әңгімесінде қарапайым адамдардың кезінде сахна жұлдыздары болған, кейіннен қарттар үйіндегі тіршілігі көрсетілген. Түскі асымыздың тәтті тағамы ретінде бланмаже ұсынамыз. Бланмаже арқылы тағы да орыс жазушысы Александр Сергеевич Пушкинге ораламыз. Шаруа қызы Бикеш повесі Иван Петрович Белкин марқұмның хикаялар жинағына кіреді. Басты кейіпкерлердің бірі Берестов отбасына ұсынылған тәтті тағамдардың бірі еді. Ас мәзірімізді зімбір сусынымен аяқтаймыз. Ол атақты ирландық жазушы Джеймс Джойстың Уиллс романында тамаша сипатталған. Роман тарихты, философияны, мәдениетті ұштастырып, еврей Леопольд Блумның бір күнін көрсетеді. Кешкі ас мәзіріне атақты жазушы Маргарет Митчеллдің «Желмен ұшқан» романының басты кейіпкері Скарлетт О'Хараның сүйікті тағамы кройльше әзірленген балық жалғастырады. Бұл кітапта Америкадағы азамат соғысы кезіндегі ұмытылмас махаббат хикаясы бейнеленген. Керемет кешкі асты кавальдо сусынымен аяқтаймыз. Неміс жазушысы Эрих Мария Ремарктың «Триумфальная арка» романында махаббат пен кек және жалғыздық туралы қайғылы оқиғада бейнеленген екінші дүниежүзілік соғыс алдындағы өмір көрсетілген. Осындай керемет тағамдардың сипаттамасы біздің қазақ жазушыларының шығармаларынан көре аламыз. Соның бірі шеберліктің шыңына шыққан Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» романында жазылған. Сіздерге сол «Абай жолы» романынан үзінді оқып берейін. Дәл қасынан буы аспанға шығып, табақ-табақ ет өтіп жатыр. Ылғи бір түрілген қазы, төңкерілген жас құйрық, сары алтындай балқыған жал, желіндей майлар. Әрбір екі табақтың бірінде әлгінің үстіне бір-біріне қоңыр бас орнатыпты. Соңынан шай ішіп жатты. Осы ас мәзірін қазақтың шайымен аяқтайық.